Біздің жанымыз жерде саяхаттап жүр. Ал айналамызда жүрген туыстарымыз, достарымыз, туғандарымыз сансыз өмір бойы бізбен бірге жүрген жандар. Тек әр өмір сайын рөліміз алмасып келіп отырады. Біздің жанымыздың тәжірибе жинақтау үшін бұл өте қажет. Көбіне бұрынғы өмірлерде ренжісіп тарқасқан жандар бір отбасыда келеді, құда жекжат болып келеді. Қазіргі кезде аяқ асты жақындарыңызды, туғандарыңызды, оның ішінде әке-шешеңізді, жарыңызды, бауырыңызды, тіпті туған балаңызды қабылдай алмай, қылықтары ұнамай, өз-өзіңізден жек көріп кетіп жатсаңыз, ойша сол адамды көз алдыңызға елестетіңіз де былай деңіз: бұл екеуміздің өткен өміріміздің арасындағы энергия қазіргі өмірге әсер етуін тоқтатсын. Біздің осы деңгейге жетуіміз үшін ол сабақтардан өтуіміз керек болды. Енді оның уақыты аяқталды. Сондықтан өткен өмірлердің кармалық энергиясын үземіз, алғыс айтып, архивке тастаймыз. Қазір біз